Жып-жылы жамылғыны жамылып алып, жаңа жылдық фильмдерді көретін уақытта келді. Әрине, жаңа жыл десе көп адамның ойына оралатын фильм ол Үйде жалғыз қалғанда. Мейрам кезінде үйде жалғыз қалған кішкентай Кевиннің басынан кешкендері барлығына ұнады. Фильмнің көпшіліктің көңілінен шығуына Кевиннің рөлін сомдаған Маколей Калкин үлкен үлес қосты. Бұл балақайдың кейінгі өмірі не болды? Тағдырдан қандай соққылар алды? Осы видеоның соңына дейін көрсеңіз, осы сұрақтардың жауабын аласыз. Дәл фильмдегідей Маколей де көп балалы отбасыда дүниеге келген. Оның 4 бауыры мен бір әпке, бір қарындасы болды. Ата-анасының жағдайы мәз емес болатын. Анасы телефонист, ал әкесі бұрынғы Бродвей актері еді. Оның актерлық салада жолы болмады. Өзі жетпеген жетістіктерге жетсін деді ме, әлде қалтасын қампайтқысы келді ме? Әйтеуір, Маколейдің әкесі балаларын кастингтен кастингге апарған. Сөйтіп жүргенде балаларының бірінің айы оңынан туды. Маколей небәрі 4 жасында театрда ойнап, 5 жасында Түн жарымы фильмінде эпизодтық рөлде көрінді. Оның фильмдегі рөлі шағын болса да, балақай режиссерлардың көзіне түсті. Маколейдің басты рөлде сомдаған ең алғашқы фильмі «Бак ағай» нағыз танымалдылықты оған әкелген, әрине, Үйде жалғыз қалғанда фильмі. Дәл осы фильмді жаңа жыл қарсаңында әлемнің барлық жерінде тамашалайды. Кевиннің рөлі үшін Маколей Алтын глобус сыйлығына ұсынылып, оның гонорары $100,000 дейін жеткен. Кедей отбасынан шыққан баланың мұндайдан кейін не сезінгенін елестетіп көріңіздер. Бір сәтте атақты болып кетуді тіпті ересектердің өзі көтере алмай жатады. Алайда Маколей жұлдыз ауруына шалдықпады. Тіпті оған мұршасы да болған жоқ. Өйткені сол кездері Маколейдің жұмысы көп болатын. Ол тіпті бір мезетте бірнеше фильмге түсіп жүрді. Әрине, кішкентай балаға оның ауыр тиері сөзсіз. Бірақ та ақшаның исі мұрнына жеткен оның әкесі өзінің менеджерлік қызметін пайдаланып, Маколейге түскен ұсыныстың барлығын қабылдай берген. Калкин үлкендермен бірдей жұмыс істесе де, оның өмірінде өзге балалар қызығарлықтай жағдайлар бар еді. Танымалдылық, көрерменнің сүйіспеншілігі, ақша десең ақша, барлығы болды. Көптің көзінде ол Бай Ричи фильміндегі баладай, еш қайғысы жоқ болып көрінетін. Оның таныстарының өзі жай адам емес тұғын. Мысалға, Майкл Джексонның өзінеге тұрады. 1991 жылы Калкин оның Black or White атты бейнебаянына түсті. Сол кезден бастап Маколей оның үйіне кез келген уақытта келіп, әртүрлі нәрселер жайында әңгімелесетін болған. Маколей екеуі нағыз достар болып кетті. Өмір болғаннан кейін жақсылықта жамандықта қатар жүреді. Маколейға ең бірінші ауыр соққы болып тиген оның ата-анасының ажырасуы болды. Әрине, көп балалар осыдан кейін психологиялық жарақаттар алады. Бірақ та көбіне ата-аналар өз мүлкін бөлісе алмаса, бұл жерде Маколей тапқан дүние мүлік үшін талас тартыс жүрді. Сотта анасы жеңіске жетті. Алайда осы талас тартыстың кесірінен оның әкесімен де анасымен де арақатынасы суыды. 17 жасында Калкин актриса Рейчел Майнерге үйленді. 1,5 жыл өткеннен кейін бұл неке бұзылды. Осыдан бастап Калкиннің өмірінде сәтсіз кезең басталды. Әлі күнге дейін түсініксіз Калкиннің мансабын құртқан оның әкесі ме, әлде жас үлкейген сайын оның тартымдылығы жоғалды ма? Әйтеуір, Бай Ричи фильмі оның соңғы бала рөлі болды. 13 жастан бастап оны фильмге шақыруды қойды. Ұзақ уақыт үзілістен кейін оның ең бірінші жұмысы Клуб маниясы фильміндегі рөлі болатын. Әйелмен ажырасқаннан кейін бұл фильмге түскен Калкин расымен де осы фильмнің кейіпкері сияқты клубтан клубқа қыдырып, ішіп, басқа да зиянды әдеттерге әуестенген еді. Клуб маниясы фильмдегі оның рөлі сыншылар тарапынан жақсы қабылданса да, бұрынғы танымалдылық келмеске кетті. Калкиннің зиянды әдеттері мен сауық сайранға толы өмірі жайлы прессада сыбыс тарағаннан кейін көпшілік оның мансабына крест қойды. 2008 жылы Маколейдің әпкесі көлік апатына ұшырап, қайтыс болғаннан кейін бұл жағдай оған ауыр тиген соншалық барлық оның қалыпты өмірге келуіне күмәнмен қарады. Көпшілік оны кезінде кездейсоқ биікке көтеріліп, биіктен топ етіп құлаған, жолы болмаған бейбақ деп есептесе де, барлық оған қызыға қарайтын жайт бар еді. 8 жыл бойы Калкин Голливудтың ең қалаулы сылқымы Мила Куниспен кездесіп жүрді. Бұл жұп жайлы екеуі айырылысқаннан кейін ғана белгілі болған. Пресса қанша қырағы болса да, жұп қарым-қатынасты ұзақ уақыт бойы жаздырып келді. Екеуі айырылысқанда Маколей 30-да болатын. Миланың айтуынша ол Маколеймен бірге есейген. Маколей оның тірегі болған. Бірақ та
оның некелесуге келмейтін адам екенін түсінген. Кунис Эштон Кучермен көңіл қосты. Бүгінде жұп 2 бала тәрбиелеуде. Ал Калкинге келсек, оның жеке өмірінде де, мансабында да жол болмады. Миламен айырылысқаннан кейін Калкин өзінің The Pizza Underground атты пародиялық рок тобын құрды. Бірақ та олардың орындауын көрермендер гуілмен қарсы алып, ысқырып, сыра қалбырын лақтырған. Сәйкесінше топ ұзақ өмір сүрмеді. Осыдан кейін Калкин шығармашылықты мүлдем қойып, музыкалық топтардың әкімшісі болды. Сұхбаттардың бірінде Макалей осындай өмірдің өзіне ұнайтынын, адамдарға пайдасын тигізгісі келетінін айтқан. Онымен қоса бұрынғы танымалдылықтың оған әлі күнге дейін көмектесетінін мойындады. Көпшілік оны таниды. Мысалға, мейрамханаларда көбіне жеңілдіктер жасалады. 38 жасар актер American Music Awards марапатын ұсыну кезінде пайда болғанда, барлығы оның өмірінің жақсы жаққа бет бұрғанын байқады. Ол көп күлімдеді, тамаша халде болды. Ең бастысы, барлық зиянды әдеттерден құтылды, темекі шегуден басқа. Әрине, мұның бәрі Калкиннің жанкүйерлерін қуантып тастады. Әйтпесе, оған дейін пресса Калкинді өлтіріп тастаған болатын. Оған желідегі 2014 жылғы жалған ақпарат себеп болды. Калкин Инстаграмға тіркеліп, жанкүйерлеріне бір табан жақындай түсті. Көргендеріңіздей, Калкин қанша қиыншылыққа тап болса да, өз өмірін қолға алып, жақсы жаққа бет бұрды.